Жақотаевич, бастай беріңіз. Құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, бүгін мына 3-ші секцияны бастаймыз. Тема мынау қазіргі замандағы Қазақстандағы фарабитанудың өзекті мәселелері жөнінде болмақ. Енді 2 күннен бері конференция болып жатыр, өте жоғары деңгейде. Мен енді айтайын деген, енді бізде қонақтарымыз отыр ғой. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, мне очень рад увидеть вас. У нас сегодняшняя 3-я секция, она называется по теме «Актуальные вопросы современного казахстанского фарабитании». Ну, в течение 2 дней были несколько вопросов, я хотел на пару минут некоторые дать информации. Было очень много вопросов насчет центра Аль-Фараби. Действительно, центр Аль-Фараби, ну, сейчас она называется Международный научно-исследовательский центр Аль-Фараби, начиная от 2020 года, января месяца. До этого было нашем университете был создан центр Аль-Фараби в 1993 году во главе Агынкавичем Касымжанова, он руководит. После ухода его жизни стала его дочь Айнель Касымжанова до 2008 года. А после 2008 года руководит этим центром я, профессор Алтаев Джахбек Алтаевич, да, ученик Касымжанова. От 2020 года сейчас руководит Мирбаев Бекжан Беркбаевич, наш ученик. Уже 3-е поколение вошло. Вот 2-е поколение, вот Наталья Львовна, Галя Курмангалиева, они все хорошо, прекрасно знают. Действительно, Касымжанов, там, Самбаев, Мухаш Мурзабаевич, Мухаш Мурзабаев, Ауданбек Көбесов, ну, они свои функции выполняют. То, что они издали в 70-е годы 5 трактатов Аль-Фараби, математические трактаты, философские трактаты, логические трактаты, комментарии Птоломея к Алмагесту и социально-этические трактаты на русском, на казахском языке. Но после 2000 года сейчас, да, из философии права, из философии политологии, из философии политологии, религиоведения, там ученые, очень, журнал Аль-Фараби, очень там центр, очень делают очень большие работы во главе Али Курмангалиева, Наталья Львовна, Абдумалик Агамович Самбаев и других. И в нашем университете Аль-Фараби. Поэтому то, что уже 3-е поколение сейчас работает в нашем университете, они проводят очень большие работы. Вот один из примеров, то, что у нас 2-й день идет международная конференция по наследию Аль-Фараби. Я думаю, это очень хорошо, потому что я был очень рад слушать наших гостей из разных республик, наших соседних республик, особенно Узбекистан, из Дагестана, там, из России, там, из Чечни, и Таджикистана, и Киргизии. Но у нас время очень ограничено, потому что итоговая конференция будет 5 часов, мы должны до этого успеть. Поэтому я хочу сегодняшний первый доклад. У нас было выступление профессора Нурышева, но она сейчас находится в экзамене, у нас сейчас идет сессия. Поэтому я первое слово хочу дать профессору, главному научному сотруднику Института философии, политологии и религиоведения Министерства науки Республики Казахстан Курмангалиева Галя Курмангалиевна. Тема его доклада «Казахстанское фарабитание как интеллектуальный феномен современности. Достижение, проблемы, перспективы». Пожалуйста, Галя Курмангалиевна. Реклама, уважаемые коллеги, до 10 минут. Мы должны до 5 часов успеть. Уважаемые коллеги, я приветствую всех участников международной конференции и хочу выразить большую признательность Казахскому национальному университету за то, что мне предоставлена такая возможность участвовать в данной конференции. Потому что эта конференция знаковая. Мы отмечаем 1150-летие великого мыслителя в Средневековье Абу-Насра аль-Фараби. И Жак Балтаевич в определенной степени уже как бы сделал преамбулу к тому докладу, который он обозначил, в первой части которого значится достижение казахстанского фарабиеведения.
Мы можем сказать, что почему данная конференция является знаковой, как уже говорил Жак Полтаевич, я думаю, именно с нее начнется новый этап развития казахстанского фарабиеведения, начало которому было положено на той конференции, которая отмечала 1100-летие со дня рождения Абу-Насра аль-Фараби, когда он вновь вернулся, да, и недаром как бы основной тезис того времени это было возвращение учителя, то есть возвращение учителя в родные пенаты, где, как уже Жак Полтаевич сказал, третье поколение исследователей Казахстана занимается этой проблематикой. За более чем 50-летнюю историю развития казахстанского фарабиеведения мы можем сказать, что сформировалось целое научно-исследовательское, причем продуктивное историко-философское направление в Казахстане, которое имеет уже, как было сказано, два научных центра, которые локализированы в Казахском национальном университете и, значит, в Институте философии, политологии и религиоведения. Это два центра, у истоков которого стоят такие выдающиеся ученые Казахстана, как Агын Харулович Касымжанов, уже говорили, Мукаш Симбаевич Бурабаев, да, Алжан Машан, и многие другие исследователи, к сожалению, многие из них уже ушли в мир иной, но казахстанское фарабиеведение высоко ценит вклад этих мыслителей, начиная с первых переводчиков, с Белла Аширович, да, Караева и других и так далее. Вот за это время казахстанское фарабиеведение развивалось в трех направлениях. То есть одно направление, которое можно было сформулировать как направление, осуществляющее перевод трактатов Аль-Фараби на казахский и русский языки. Вот, Жак Полтаевич сказал, что на первом этапе были изданы эти трактаты, были продолжены, эта работа была продолжена и были изданы историко-философские трактаты, естественно, научные трактаты, трактаты о музыке и поэзии. В эпоху уже независимости, которая связана со сменой парадигмы в исследовании наследия Аль-Фараби, был осуществлен, так сказать, издание 10-томного собрания сочинений Аль-Фараби на казахском языке, в котором уже появились новые, ранее не изданные трактаты, которые были посвящены, ну, например, теории силлогизма, малый силлогизм, используемый мутакалимами, теология, аналитика и так далее. То есть казахстанское фарабиеведение на протяжении всей истории пополняется источниковедческой базой, да, то есть трактаты мыслителя вводятся в научный оборот. Тем самым создается творческий багаж казахстанского фарабиеведения и увеличивается его библиографическая база, которая мне нередко приходилось слышать о том, что переводы, которые были выполнены в советский период, они страдают, так сказать, влиянием той исследовательской парадигмы, которая говорила о господстве моноидеологии в Казахстане, которая говорила о превалировании принципов классовости, партийности и так далее в исследовании наследия Аль-Фараби. Но я должна не совсем согласиться с такой точкой зрения, потому что если вы внимательно читаете трактаты Аль-Фараби, мы не видим в этих трактатах выражение какой-либо позиции, которая отражала бы принципы партийности, классовости и так далее, потому что все прекрасно мы знакомы даже с самым знаменитым его произведением трактата «Взгляда жителей добродетельного города», где нет такого давления этой моноидеологии. Поэтому я считаю, что вот та работа, которая начиналась именно с первых переводчиков, исследователей наследия Абу-Насра аль-Фараби, она все-таки отличалась следованию принципам объективности и научности в этой работе. Все-таки переводчики старались передать как бы аутентичный текст самого мыслителя. И благодаря этому мы получили источниковедческую базу фарабиеведения, были выпущены многочисленные индивидуальные и коллективные монографии, которые отражали широкую палитру взглядов Абу-Насра аль-Фараби. Если первоначально это были работы, которые посвящены были сугубо наследию мыслителя, потому что действительно необходимо было знакомить широкую общественность, и в том числе и научную философскую общественность со взглядами Аль-Фараби, то за последнее время как бы произошел выход из рамок
узкого подхода, который бы характеризовал только индивидуальное творчество Абу-Насра аль-Фараби. Он уже включается в дискурс современной казахстанской философии. Он в свете задачи, которые ставятся перед современной казахстанской философией, начинает как бы работать уже на формирование нового мировоззрения казахстанцев, которое связано с пониманием и осмыслением собственной культуры, места Казахстана в мировом сообществе и так далее. Вот. Поэтому это второе направление, по которому велась исследовательская работа. И третья работа, направление, которое связывалось, ну, я бы назвала его пропагандистской работой, да, образовательной работой, потому что наследие Аль-Фараби стало, и как мы видим на примере Казахского национального университета, изучаться уже молодыми не только философами, но вообще учащимися, да, студентами высшего учебного заведения. Вот, наследие Абу-Насра вошло в классы, оно стало неотъемлемой частью библиотечной работы и так далее. То есть вот в единстве всех этих трех направлениях и созидалось, так сказать, казахстанское фарабиеведение как интеллектуальный феномен современности. И вот если мы его характеризуем с точки зрения параметров, характеризующих его как интеллектуальный феномен, я бы его представила как живой организм, потому что мы видим, что это действительно живой организм. Мы видим, как изменялась парадигма, да, исследовательского наследия Аль-Фараби. Если на первом этапе это была парадигма, связанная с интерпретацией его в духе, так сказать, западной методологии с точки зрения влияния античных источников, которые никто не отрицает, но преимущественно они рассматривали только как последователи, так сказать, наследия Аристотеля и Платона, то затем в эпоху независимости возникает новая парадигма исследовательского наследия Аль-Фараби, где он уже трактуется с точки зрения исламской философии, конечно, чему не уделялось практически внимания в советской философии, по каким причинам вы все прекрасно это знаете. И вот новая исследовательская парадигма, которая заставила казахстанских фарабиеведов внимательно обратить серьезное внимание на исламскую философию, потому что практически до этого времени исламская философия была как бы закрытым феноменом для исследовательского поля Казахстана. И вот введение в дискурс исламский, поскольку традиционно это были Ибн Сина, Ибн Рушд, Ибн Баджи и так далее, то сейчас возникает проблема, и которую надо решать для того, чтобы расширять вот поле исследований исламской философии и рассматривать Аль-Фараби в контексте других очень интересных, самобытных, да, мыслителей исламского мира. Поэтому мы можем сказать, что достижений у нас достаточно, что это живой организм, что это интеллектуальный феномен, который открыт. И вот данная конференция свидетельствует о том, что это действительно интеллектуальный феномен, к которому прикасаются мыслители разных стран, да, разных государств, разных народов. И мы можем сказать, здесь очень активно работает диалоговая стратегия Аль-Фараби. Мы можем рассказывать, что вот стратегия диалога Аль-Фараби может рассматриваться как наша национальная стратегия, да, осуществления диалога между Востоком и Западом. Вот, то есть она как бы работает не только среди ученых, и научная дипломатия в этом смысле, конечно же, играет большую роль. Вот, поэтому как развивающийся открытый живой организм, да, казахстанское фарабиеведение, оно открыто для будущих исследований. Но, тем не менее, я хотела бы еще заострить некоторое внимание, поскольку мы рассматриваем это наследие не как вечный памятник, которому надо воздавать только хвалу. Но мы рассматриваем это фарабиеведение как реально работающий интеллектуальный феномен, у которого, безусловно, есть проблемы, которые возникают. Проблема — это не значит, что что-то делается неправильно. Проблема — это говорит и свидетельствует о том, что есть очень моменты интересные, которые, в контексте которых наследие Аль-Фараби выступает как феномен многозначный и многоуровневый.
И вот чем больше погружаешься в этот многозначный, многоуровневый феномен, тем больше новых страниц открываются в исследовании казахстанского фарабиеведения. Поэтому в этом смысле проблема выступает как наш, как бы мы сказали, источник нашего развития, движения, для того, чтобы мы с вами не останавливались на достигнутом, а двигались вперед. И вот в качестве одной из очень важных проблем, которые надо решить, и о которой я уже в определенной степени говорила, связаны с переводческой деятельностью. Вот в нашей литературе, как мне кажется, еще недостаточно оценивается роль и значение переводческого движения, хотя мы прекрасно знаем примеры из того же из изучения наследия Аль-Фараби, какое значение имел феномен переводов, который был в арабо-мусульманской средневековой культуре, да, когда переводились труды древнегреческих классиков, представителей античной философии и так далее. И аналогичный, так сказать, период, который уже был связан с проникновением исламского средневекового наследия на христианский Запад, да, ведь огромное переводческое движение связано с переводами на латынь. Это были творческие лаборатории, которые осуществляли мощный такой импульс движения и развития этого. Вот у нас это мощное переводческое движение, оно начиналось в связи с выполнением государственной программы «Культурное наследие», да? Когда потребности образования на казахском языке диктовали вот то, что мы мировое классическое наследие переводили на казахский язык. Да? Но это явление осталось до сих пор как бы в рамках развития нашей национальной культуры все-таки локальным явлением. Я считаю, что ни в коей степени оно не должно оставаться таковым локальным явлением, потому что у нас предстоит еще большая работа перевода казахского языка на латиницу. И вот тогда может стать проблема, что многие источники, вот, на которые был положен огромный труд казахстанских переводчиков, да, которые осуществлены на кириллице, чтобы они не канули в лету и не остались неизвестными для того нового поколения, третьего поколения, как Жак Полтач говорил, молодых исследователей, которые уже будут работать в русле, так сказать, перевода казахского языка на латинице. Поэтому вот это достояние, я считаю, казахстанские фарабиеведы не должны потерять. Ни в коем случае, чтобы это наследие не осталось где-то в хранилищах библиотек или в цифровом варианте, но где-то там в аналах уже нашей истории. Это первое. И второе, касаясь переводов трудов. Если когда-то у нас были философы, но которые не владели арабским языком и не могли осуществлять эту переводческую деятельность, сейчас, несмотря на то, что у нас существует все-таки факультет востоковедения, который осуществляет подготовку арабистов, да, но тем не менее, я считаю, что все-таки проблема и разрыв, который существовал между людьми, знающими язык, да, и учеными, знающими философию, он продолжает сохраняться. И вот, к сожалению, это еще усугубляется такой проблемой, как в целом мы теряем, конечно, интеллектуальный уровень наших молодых исследователей, которые надо поднимать с этой точки зрения. Вторая проблема, которая касается казахстанского фарабиеведения, по большей части, если его анализировать вот наличную ситуацию нынешнюю, то можем сказать, что все-таки они остаются ограничены казахстанским пространством. Они не работают, эти исследования, на уровне, как бы, международного уровня. То есть это Аль-Фараби, и сейчас делается очень много интересных попыток введения его в тюркский дискурс, да, в тюркский дискурс, но тем не менее, как правило, это упоминание работы Исави, Баласагуни, да, Кашгари, и на этом все заканчивается. Это не значит, что... Алия пишет в нашем... Да, я вижу, что у меня регламент, и я в этом контексте хочу сказать, потому что вот это направление является одним из перспективных направлений наших исследований, и вот здесь мы, как философы, должны разобраться с сущностью вообще тюркской философии, казахской философии и исламской философии, потому что этот вопрос для нас еще не решенный. Мы не можем понять, в чем сущность той или иной философии,
с какого момента заканчивается тюркская философия, начинается исламская философия, где, так сказать, казахская философия, каким образом она чисто внешне может быть связана, но в глубинном контексте она в этом не просматривается. И второй момент, который связан и открывает новые возможности, это последнее, к сожалению, в связи с регламентом, это, значит, я думаю, то, что казахстанское фарабиеведение, вот помимо того, что оно должно исследовать тюркский, казахский дискурс и так далее, все-таки оно должно активнее включаться в широкий компаративистский контекст. У нас очень часто оперируют общими понятиями Восток-Запад, вот, но Восток очень многообразен сам, очень интересен, равным образом, как Запад. Запад тоже не стандартизирован, вот чрезвычайно многообразен, а поскольку феномен Аль-Фараби, он глубинен и многогранен, то благодаря вот включенности его в новые культурные контексты, я думаю, казахстанское фарабиеведение выйдет на новый международный уровень, на очень интересный, где будут плодотворные научные исследования. Благодарю вас за внимание. Рахмет, Галя Курмангалиева. Конечно, можем бесконечно слушать ваши доклады, но у нас время. Да, я... Выступаешь. Конечно, енді мен бұл жерде қазақ тілінде айтайын, шындығында да бір-екі ауыз сөз. Жаңа сіз айтқандай, біздің алдыңғы ұстаздарымызға жуырда айттық қой, олардың жұмыстарына, аударма жұмыстарына біз үлкен бір құрметпен қарауымыз керек сияқты. Себебі сол кезде қиын жағдайға байланысты болса да, олар өз жұмыстарын істеп кетті. Әрине, бірақ ол кісілердің бір несі, жаңағы мынау философиялық мазмұн жағына өте көп мән бергендігін біз жақсы білеміз. Әрине, ол кезде фарабитанушылардың арасында араб тілін білетіндер өте аз болды. Ол түсінікті, өздеріңіз білесіздер, жаңа Галия Құрманғалиева айтып кетті. Бірақ соған қарамай көп жұмыстар істедім деп айтамыз. Причем на очень высоком уровне. Да, өте жоғары деңгейде. Енді біз ол кезде аспирантпыз, қастарында жүрдік, естідік, тыңдадық, қаншалықты қиын жағдайда болған. Бірақ соған қарамай, ол өздерінің жұмыстарын өтті. Мысалы, бір ғана нәрсе есіме түсіп отыр. Кезінде сол Қасымжанов, Болатхан Тайжан, Ануар Әлімжанов, Мұрат, они же подготовили же книгу «Возвращение учителя», да, 10 тысяч экземпляров. Но, в конечном счете, когда уже это вышло из издательства, но цензура, она, книга не прошла. Вы видите, да, это мы знаем. Труд был вложен, да, в эту работу. Но, тем не менее, они нашли другой выход. Под редакцией Касымджана, там и Муратов, Ануар Алимджан написал роман «Возвращение учителя». Да, это был большой резонанс среди фарабиеведов в Казахстане. Да. Рахмет, онда мен енді келесі берейін, бізде профессор Габитов Турсын Хафизович. Турсеке, сіз барсыз ба? Самет бар ма ол кісі? Что-то не отвечает, да? Ну, тогда... Турсын Габитов жоқ. Да. Тогда я хотел бы дать нашим уважаемым гостю из Турции, Сирии, доктору Шейхабидин Ахмед Фарфур. У него тема Аль-Фараби и музыка. Самет, может, сен ағылшынша айтарсың ол кісі, может, ағылшынша, орысша түсінбейтін шығар ол кісі, наверное. Бар ма, Жұлдыз, ол кісі? Из Самета нету. Доктора Фарфура тоже нет, по-моему. Нету, да? Ну, тогда я хотел бы слово дать, если подойдут, конечно, мы, наверное, не успеваем. Я хотел бы дать слово профессору и востоковеду Мухану Гульнар Хайруллаевна по теме, значит, вклад фарабиеведения, интеллигенции, Алаш. Здравствуйте. Гульнар Хайруллаевна, вы слышите? Выключай микрофоны, свободные микрофоны выключи. Я хотела включить демонстрацию экрана. Моя тема связана с фарабиеведением от раннего периода, начала первой половины 20 века. Слышно меня, да? Да, слышно, слышно. Вас хорошо слышно. Поскольку можешь отключать микрофоны. Отмечали многие докладчики и на пленарном, и на первой секции, и сейчас. Действительно, в результате репрессий многие арабисты практически физически были уничтожены.
и приходилось по крупицам собирать в середине 20 века. Уже фамилии были названы, и Сатпаева, и Машани, и так далее. Но, поскольку я историк, востоковед, я обратила внимание на то, что есть люди, которые, к сожалению, были в нашей стране объявлены врагами народа, да, хотя имели прекрасную эрудицию и образование дореволюционное, оказались в эмиграции. Один из них, Мустафа Шокай, отношение, конечно, к нему, я надеюсь, что сейчас уже улучшилось. И я хочу сказать огромную благодарность нашему МИДу, чрезвычайному послу во Франции в те годы, постоянному представителю ЮНЕСКО Арстанбековой Акмарал Хайдаровне, она выпускница нашего КАЗНУ, очень большой друг нашего университета и профессор на факультете международных отношений. Так вот, благодаря ее, она способствовала тому, что наши востоковеды сделали, согласовали с Национальным архивом Франции, договорились и привезли копии архива Мустафы Шокая. И несколько лет подряд ныне покойный доктор исторических наук Ушемикер Исмагамбетов переработал этот огромный материал с своими помощниками, поскольку Шокай был особо эрудированным человеком, что он писал на нескольких языках, восточных, славянских. И он, это очень малоизвестный факт, но вот в журнале ICAP, я редактирую этот журнал, он выходит под редакцией университете КАЗНУ, под редакцией ректора нашего университета. В 2016 году вышла статья «Аль-Фараби и тюркская философия в европейском дискурсе» из архива Мустафы Шокая. Так вот, в этом многотомнике, в 11 томе, сохранилась на русском языке записка под названием «Туркестан». Шокай готовил ее к изданию, но в декабре этого же года, 41-м, он был отравлен. Есть такая версия, умер в лазарете, похоронен в Берлине. Этой статьей, она имеет научного характера. Это реакция Мустафы Шокая на издание шеститомника французским арабистом бароном де Кара-де-Во книги мыслителей или философов ислама. Так вот, там, где шла справка о Фараби, в контенте, обратил внимание Мустафа Шокай, немецкие журналисты, ученые начали комментировать это издание. Оно, конечно, очень было шикарное, но когда обратились к наследию Фараби, они начали сравнивать его с Ницше и искать общие моменты ницшеанства и учения о добродетельном городе. Шокай был крайне возмущен. Он связался с Кастанье. Кастанье работал до революции в Семиречье, в Туркестане, французский исследователь, который вынужден был эмигрировать в Америку за преследование нацистов. Наведя справки, переработав литературу о Фараби, Шокай пишет в этой записке. Автор «Идеального града» помещает в особой главе о градах несовершенных. Вот это учение о насилии и силе. И ни в коем случае его нельзя сравнивать с Ницше, поскольку Ницше рассматривает силу и насилие в обществе как добродетель, добро. В то же время для Фараби это очень высокое животное отношение. Вот таким образом он защитил, фактически шла апология учения Аль-Фараби. И второе, что он обращает на себя внимание, это в первой части записки Мустафа Шокай объясняет европейскому читателю, что такое Туркестан, что это географическая локация с очень богатым историческим прошлым. Здесь оставили свой след и македонский, и Тир, и Улугбек. То есть очень, как раз мой предшествующий докладчик, уважаемая коллега Курмангалиева, говорил о том, что тюркская такая ипостась Фараби, деятели Алаш начала века прекрасно понимали, кто такой Фараби, его происхождение тюркское, и в данном случае Шокай демонстрирует вот именно вот это направление, защищает как бы соплеменников, можно сказать, для нас это очень важно. Другая находка, которую мы за эти годы совершили, это отношение Махжана Жумабаева. После реабилитации официальной Махжана, знаменитого поэта нашего, после 93-го года начали выходить стихи, его поэзия на родном языке. И в одном из стихотворений, которое также называется «Туркестан», примерно датируется она началом 20-х годов. И известно, что Шокай и Махжан имели переписку такую секретную, они общались. И как бы это стихотворение посвящено направленной Ататюрку и туркам, турецким, значит, борцам. Именно в этом стихотворении Махжан записал следующие строки. Он говорит о Фараби. Это 20-е годы. «Түрктің кім кеміткен музыка
Фараби 9 шекті домбырасын, шерткенде 99 түрлендіріп, жұбанып кім қимаған көздің жасын. То есть, в данном случае у Мағжана Фараби — это представитель теории музыки, это музыковед. То есть, в данном случае тоже эрудированный наш классик поэзии, который чтит весь тюркский мир, он знал о Фараби. Если дальше продолжать как бы расследование, как произошло, что деятели Алаш знали о Фараби, следы приводят к Уфе. В Уфе жил Джан Тюрин Салимгирей, известный Тома Чингизидов. Он был меценатом, он очень достаточно богатый человек, подарил ему как бы поместье официально на бумагах. И благодаря этому значит, Мустафа Шокай присоединился к Бутихану и стал секретарем фракции, мусульманской фракции Государственной Думы. В Уфе же учился в медресе Галия примерно в тот же период Мағжан Жұмабаев. Вот вчера выступала ученица Аль-Машани, уважаемая Майра Нуфисова, в одном из недавно республиканской газете писалось о том, что Машани в 70-е годы выехал в Уфу, и там в архивах нашел часть рукописи, которые идентифицируются как принадлежащие Фараби. То есть какая-то часть, конечно, наследия Фараби находится за рубежом, может быть, на постсоветских пространствах, и все время часть была сюда возвращена, часть, конечно, еще будет, мы будем ее искать. Но в любом случае, надо сказать, что в первой половине 20 века Алаш знали о Фараби. Дело в том, что Мағжан Мыржакып Дулатов учил, когда он скрывался, написав «Оян Казах», скрывался в Петропавловске, на севере Казахстана. В городе он встретился с учащимися медресе. Мағжан тогда начинал в одном из татарско-казахских медресе и учил именно Мағжана русскому языку. Сейчас вот появилась версия, что Мыржакып Дулатов был одним из авторов первых казахских учебников 20-х годов по алгебре. Это Есеп Құралы, решебник, задачник. И в основу как бы этого учебного пособия, в его методическую основу легли трактаты Фараби. Ну, где-то есть доля вымысла, где-то есть доля патриотизма, но в любом случае нельзя исключать, что лидеры Алаш были знакомы с именем Фараби, с его этнической этничностью. Вот это очень вдохновляет, я считаю, в зарубежное фарабидение, может быть, это будет слишком смело вводить Мустафу Шокая, но факт, что он вот эту статью он готовил к печати, и поскольку он ушел из жизни в 1941 году, его турецкие друзья к 60-летию Шокая в 1949 году, в декабре, в журнале «Ини Туркестан» издали его ответ барону де Каро, и я думаю, что это очень интересный документ. Далее. Очень мало говорится о Мухтаре Омархановиче Ауэзове. В 1975 году, когда начались торжества, готовились к большому празднеству, были, конечно, много мнений. Ауэзов, который сам в это время находился, в общем-то, под гнетом, он часто выезжал в Москву, и там встречался со скульптором и заказал ему портрет, скульптуру бюст Фараби. Он сам не дожил, поскольку на операции он скончался. И даже это, вот поиски визуализации Фараби, изучить его портрет, подготовить. Вот эта вся интеллигенция казахская в этот момент просто единым таким порывом в 1975 году начала творческие, такие были поэтические вклады. Допустим, другой деятель Алаш, Бисенбай Кинжибаев, профессор Казну, филолог, он в своих публицистических трудах в 1975 году уже тоже упоминал, практически вкраплял вот имя Фараби в свои мемуары, недавно изданы в двухтомнике. Затем Утибай Турманжанов, который был репрессирован, но выжил в 1935 году. В архиве у нас хранится в библиотеке, главной научной библиотеке Академии наук, в редком фонде хранится учебник 1935 года, сигнальный экземпляр с справками Сакеда Сейфуллина, в соавторстве Сейфуллин и Турманжанов писали учебник по истории казахской литературы. Там были эпические произведения Окини Сары, народные произведения Кюи, там знаменитых Жирау и так далее. Этот учебник так и не увидел свет. Турманжанов выжил, и в 1975 году, когда начались торжества Фараби, он написал балладу о Фараби, посвященную детям, детскому чтению, она вошла в его двухтомник. Вот такие небольшие как бы находки, которые, я думаю, раскрывают нам некоторые белые пятна. И вот сегодня выступал на секции
Первый, уважаемый Дулатбек Кадырбекулы, он говорил, что я с ним практически соглашаюсь полностью. Практически наследие Фараби – это сейчас как пособие в борьбе с теми заблудившимися людьми, которых мы относим к религиозным экстремистам, людей, которые, может быть, ищут какой-то символ веры. Действительно, вот Шукай в то время еще, в 40-м году, дал направление, что Фараби – это достаточно гуманное учение, абсолютно далекое от ницшеанства. Я думаю, что мы должны гордиться этим практически, продолжать розыски и, как сказал предшествующий мой докладчик, конечно, межкультурный диалог, международный, такая интеграция, коллаборация нам абсолютно необходима. Абсолютно. Я очень рада, что участвую. Для меня очень большая честь быть в кругу таких известных личностей, исследователей, большой научной школы казахстанской, зарубежной. Спасибо за внимание. Жак Балтаевич. Рахмет. Что-то мен көрінбей жатырмын ғой. Отключите, пожалуйста, Мені демонстрацию. суретін көрінбей жатыр. Рахмет, Гүлнар Хайруллаевна, әрине өте бір құнды материалдарды бердіңіз. Шындығында да өздеріңіз жаңа естіп отырсыздар, мынау фашизмнің сол бір дүниеге келіп дүріліп тұрған кезінде 40-шы жылдары, оның алдында да айтайық, мынау Мұстафа Шоқайдың сол Абу Насыр Әл-Фарабидің жаңа қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы деген шығармасын, сонымен қатар тек қана Фараби емес, сол кездегі Орта Азиялық біздің ұлы ойшылдарымыздың, түрк ойшылдарының еңбектерін сол кездегі расистік, ұлтшылдық, фашистік идеологиядан аман алып қалуы. Сонымен қатар олардың, мысалы енді Каре де бұл француздың атақты шығыстанушы ғалым, әрине оған үлкен құрмет көрсетуге де болады. Ол 6 томдық ислам философиясы тарихын жазды, шығарды. Бірақ дегенмен де сол кезде не бойынша олар жаңа Фарабидің ілімін, Ницшенің жаңа сверхчеловек дейді ғой, жоғары адам, үстін адам, соған алып келіп, сол Фарабидің шығармасын бұрмалауы, ол сол кездегі мүмкін сол фашистік Германияның сол жетекшілердің өздерінің тапсырмасы болса керек. Бірақ Фараби, кім Мұстафа Шоқай соны тез байқап қалып, солармен өзінің үлкен бір сұхбатқа түсуі, яғни ол кісінің полиглот, өздерінің жақсы білсе бірнеше шет тілдерін білген, соны аман алып қалуының өзі, мен ойлаймын, өте үлкен жұмыс, құнды материал. Шындығында да жаңа айтты спикер, мынау Францияның жаңағы архивінен табылған материал, бұл жөнінде ол кісінің Гүлнардың көп мақалалары да бар. Біз қазақшада бірге жаздық бұл жөнінде мақалалар. Шындығында да Фарабидің іліміне деген, әсіресе мынау сол фашизмнің дүниеге келу кезеңдерінде мынау еврей ғалымдарының сондай бір шабыттануы, осы Фарабиге деген қызығушылық Европада қатты жоғары деңгейде болғандығын. Мүмкін содан да болса керек, сол Европа ғалымдарының осы әсіресе жаңағы дәуір кезіндегі бұрмалап көрсетіп. Бұл жерде біз енді тек қана Мұстафа Шоқай емес, сол кезде Алаштың ұлы зиялы азаматтарына үлкен басымызды иеміз керек. Сол кездің өзінде олар Фарабиді білді, сол заманға қорғап қалды ойларын. Бұл кейінгі ұрпаққа жеткізе берді. Керек десеңіздер, біздің мысалы Европаның ең атақты философы Освальд Шпенглердің «Закат Европа» деген шығармасын білесіздер ғой. Сол кітаптың өзінде де Фараби қарасаңыздар екі жерде айтылады. Сондай бір Фарабиге деген үлкен құрмет. Бірақ біз білеміз, мынау неде ол айтады, мына ислам дүниесіндегі ең атақты, ең сондай бір жоғары деңгейдегі философ сол Фараби екенін ол кісі үлкен өзінің есімен сондай бір айтып өтеді, жазады. Мысалы, әсіресе біз білеміз, мына христиан, яһуди діндеріне кейде исламда қарсы қою әрекеттер бар. Ол осы уақытқа дейін ол бар, біз кездесеміз. Бірақ дегенмен исламда біз қашанда Құранға, Тауратқа, Инжилге, Зубурге біз өте құрметпен қараймыз. Соны байқап қалған Освальд Шпенглер, ол дұрыс емес. Ол исламда еш уақытта онда оларда басқаша көзқарас жоқ. Олар басқа діндерге деген төзімділік, тек қана исламда емес, басқа діндерге үлкен төзімділікпен қарау. Ол мен ойлаймын, ол кісінің де осы Әл-Фарабидің еңбегін оқығанның негізінде соның әсері болса керек. Жалпы енді жаңада бағана Дәуренбек деген жігітті сөйлеп айту, ислам ол шындығында да ешқандай не емес, ол онда мынау тек қана бірлік, адамдар жақсылыққа, имандылыққа, моральдық тазалыққа ешқандай онда бір басқа не жоқ. Сондықтан да
осы Европа ғалымдарының өздері де түсініп, Фарабидің өзінде, мысалы, енді исламның дәуірлеп тұрған кезінде Фарабиді әрине ол исламнан бөліп алып тастау мүмкін емес, себебі енді әрбір бұл адамдар сол өз дәуірінің, өз заманының азаматы. Сондықтан да Фараби үйтті, былай болды деген сияқты біз дұрыс түсінуіміз керек. Ол кісі енді бәрін түсінді. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, қайырымды қала тұрғындарында жазғанда, ол енді өз заманның нелеріне онша көңіл толған жоқ, бірақ дегенмен де ол астарлы сөздермен өз жеткізіп, сол қалай болу керек, ел басқарушы билік қалай болу керек деген сияқты өзінің нелерін айтқан білеміз. Мен ойлаймын, жаңағы Гүлнар Хайрулланың бүгінгі айтқан несі өте керемет. Енді ол мақала жаңағы Мұстафа Шоқай қайтыс болғаннан кейін жарық көрді. Біздер әлі сол Алаш зиялыларының шығармаларының тағы да көбірек үңіліп қарасақ, ол Фарабиге байланысты және басқа бір көп дүниелер табуға болады екен. Енді онда ары қарай жалғастырайық. Жаңа доктор Шағабиден келді ме, кім жұмыс? Көрді ме? Не видно, да? Жоқ, келген жоқ. Келесіге бере беріңіз. Онда келесі сөзді бізде мынау Тараз мемлекеттік университетінің ұстазы Досымова Оразгүл Жұмабаевна. Бұл кісінің тақырыбы Шығыстың жарық жұлдызы Абу Наср Аль-Фарабидің еңбектері. Преподаватель из города Тараза, Таразский государственный университет имени Дулаты, Досымова Оразгүл Жұмабаевна. Пожалуйста, вам слово. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Амангелдиева Мадина. Мен Тараз. Тағы кешіресіздер. Екінші автор Амангелдиева Мадина Талғатқызы. Студент специалист туризм. Екінші курс студенті боламын. Иә. Бүгін қатысып отырғаныма өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі докладым менің ағылшын тілінде болмақ. So, let's start. Seeking to know the world, Al-Farabi left his native place. Al-Farabi visited Baghdad, Haran, Cairo, Damascus, Aleppo, and other cities of the Arab Caliphate. So one day, a close friend gave Al-Farabi a large number of books for safekeeping, including many treatises by Aristotle. Al-Farabi began reading through these books in his leisure hours and became so interested in them that he gave up his position as Qadi. This incident, Al-Qadri played a decisive role in his fate. He became a great scientist. It is known that Al-Farabi, before coming to Baghdad, knew the Turkic language and some others, but did not know Arabic language. It should be noted that he spent a lot of time studying languages, and in this he achieving amazing results. At the end of his life, he has fluent in more than 70 languages. Baghdad was the center of attraction for intellectuals of that time. It was here that the famous school of translators worked, in which Nestorians played a significant role. They translated and commented on the works of Plato, Aristotle, Galen, and Euclid. There was a parallel process of mastering the cultural achievements of India. This work also stimulated independent creative activity. While living in Baghdad, Al-Farabi in a short time mastered the Arabic language and began to study various sciences, primarily logic. At this time, in Baghdad, the most popular thinker and philosopher mentor was Abu Bishr Matta ben Yunus. He was known to not only in Baghdad, but probably in all the cultural centers of the Arab Caliphate as a major commentator of Dawson шықпай қалды. Кім? Мәдина. Bishr Matta comments on the works of Aristotle on logic. Al-Farabi's mentors in Baghdad were Johanna ibn Haylan and the famous translator of ancient texts into Arabic, Abu Bishr Matta. According to Usaybi, Al-Farabi described Johann ibn Haylan as a person who was introduced to living tradition of passing the legacy of Aristotle from teachers to students throughout a number of generations.
Abu Bishr Matta taught logic, but according to medieval sources, the student quickly surpasses the teacher. It is worth nothing one circumstance from the years of Al-Farabi's teaching in Baghdad. He got an opportunity to get acquainted with the second analysis of Aristotle, which technologically minded Nestorians tried to cover up because they developed theoretical and cognitive views that left no rooms for religious revelation. Soon Farabi became a famous scientist. In 941, he moved to Damascus, where he spent the rest of his life engaged in scientist work. In Damascus, Farabi completed the earlier treatise on the virtuous city. Al-Farabi's philosophical activity is multifaceted, and he was an encyclopedic scholar. This is evidenced by the titles of the work: Arguments of the Second Teacher of Al-Farabi in the Meaning of the World, Intelligence, What Should Precede the Study of Philosophy, On the Common Views of Two Philosophers, Devian Plato and Aristotle, Treatise on the View of the Inhabitants of a Virtuous City, and etc. The total number of works of the philosopher varies between 80 and 130. There are treatises consisting of 3 pages, but there are multi-volume ones. Al-Farabi sought to understand the constructions of the world systematically. The beginning looks quite traditional. This is Allah. The middle oath is the hierarchy of being. A person is an individual who understands the world and acts in it. The end is the achievement of true happiness. On the subject of philosophical investigation, Farabi University covered almost all branches of medieval science. Together, they can be called an encyclopedia of the knowledge of that time. As the content of individual treatises shows, Farabi was most interested in the theoretical side of various sciences, their philosophical meaning. Considering even individual concrete science of a particular scientist discipline, he approached them not as an empiricist, but as theorist and a philosopher. Farabi wrote commentaries on almost of the works of Aristotle, its first analysis, second analysis, topic, categories, ethics, sophistry, and etc. In addition, he prefixed comments to the Almagest of Ptolemy on the soul of Alexander of Aphrodisian, to separate chapters of geometry of Euclid, Isagoga of Porphyry, and etc. According to the content of the works of Abu Nasr al-Farabi, we can be divided into the following groups. The first one is treatise on general philosophical problems. The second one, treatise on the philosophical aspects of human cognitive activity. Treatise on the principles, subjects, contents, and themes of philosophy, and various specific topics. Treatise devoted to the study of quantitatives. Treatise dealing with various properties of matter and its types. The problem of logic occupies an important place in Farabi's philosophical system. Logic, with requisite strict consistency and the proof of thought in the eyes of supporters of scientist knowledge, was the best method of finding and justifying the trust, and was opposed to the religious dogmatic methods of Orthodox Islam. Farabi was one of the first medieval Arabic language philosophy to consistently develop questions of logic, which made him widely known in the medieval Near and Middle East, not only as the first, but also the largest scholar of logic. His contemporaries respectfully referred to him as the second teacher. No less valuable is Farabi's statement about the specific features of logic and the grammar.
his interpretation of the main properties and essences of language expression, speech, and thinking is confirmed by the previous of modern science and indicates these tips of... Madina, регламент Да. заключение. Мен емес, Фарабис... нелер жазып жатыр, регламент сақтайық деп. Да, хорошо, я заканчиваю тогда. Спасибо за ваше внимание. Все, да? Да. Рахмет, уважаемые коллеги, рахмет. Кім Мәдина көріп отырсыздар ғой, біздің жастарымыз қазір қазақшадан көріп ағылшын тілінде жақсы сөйлейді. Ол кісі айтты, осы Әл-Фарабиді біз білеміз, Бағдадта 20 жылдай болғандығы, сол жерде араб тілін үйренгендігі, грек тілін жетік меңгергендігі, Аристотель мен Платонның еңбектеріне комментарий жазуы, сол жердегі өзінің ұстазы Абу Бешир Матта мен Ибн Қайландармен кездесіп, өзінің білімін жетілдіру. Осы жөнінде қарындасымыз айтты, Мәдина Талғатқызы, өте жақсы оның комментарийларын. Да? Рахмет дейміз онда. Онда ары қарай біз не қылайық, келесі бізде спикер осы Әл-Фараби және 21-ші ғасырда Қазақстан тақырыбында өзіміздің шәкіртіміз, біздің философия факультетін бітірген, қазір Евразия ұлттық университетінің ұстазы Рауан Кемербай келіп отыр. Сол Рауан Кемербай, сізді шақырамыз экран шоуға. Құрметті. Үйріп кетсің, үлкен кісі болсын, молодец. Баяғыда құлағын қаққып жүретін. Енді осы жерде айтуға тура келіп тұр, Жақпек аға, енді өмір деген қызық қой аға. Осыдан 20 жыл бұрын аға, сіздің практикантыңыз ретінде мынау заң факультетінде сіздің артыңыздан сабақ жүргіздім. Ой, молодец. Біздің есімімізді шығып кетті. Одан кейін сәлеметсіз ба тағда? Мен емтихан арасында кіріп едім, аз ғана сөйлеп кетсем, қазір емтиханға кіріп... Онда қазір сөйлеп кетсем. Рауан кішкене күте тұрса, менде емтихан еді. Рауан, сен енді несің ғой, мұнда Гүлжахан Жұмабаевна сөйлерсің, қазір өйткені бұл кісі экзамен өтіп, қайтадан емтиханға бару керек. Тогда, уважаемые гости, я хочу дать слово доктору философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Казнуин Аль-Фараби, и докладчик еще, докторант Хасанова Асия, да, Маратовна. Тема наследия второго учителя в трудах зарубежных фарабибедов. Именно по этой теме недавно мы прочитали вашу статью, Казправда даже, да? Это очень интересная тема. Вклад. Да, именно зарубежных фарабибед, то, что хочу говорить о наследиях нашего второго учителя Абу-Наср Аль-Фараби. Пожалуйста, вам слово. Конференция наша проходит на очень хорошем уровне. Я рада всех приветствовать. У меня параллельно идут экзамены. Мы вот до этого разговаривали с Жақпек Алтаевичем. Параллельно зайти и на экзамен, на конференцию невозможно. Я взяла поэтому небольшой тайм-аут и решила вот выступить на работе, значит, на конференции. Или исследовать, значит, и фарабиеведы, скажем так, философы старшего поколения и молодого поколения, да, как изучают Аль-Фараби за рубежом. И вели такую плодотворную работу, можно сказать. Очень интересном языке, на французском языке. Вот сидит Самал Ханум, она тоже принимала участие. Мы, в общем, провели большую работу на немецком языке, изучили очень много источников. И в итоге мы подготовили несколько статей. И Жақпек Алтаевич правильно отметил, позавчера первая статья была опубликована в газете «Казахстанская правда». Тоже очень много положительных откликов. Всем большое спасибо.
Так, дальше я расскажу на казахском языке, на своем родном. Енді айтатын болсақ, Әл-Фарабидің мұрасы тек қана біздің елдерде немесе Тәжікстанда, Өзбекстанда, Ресейде ғана емес, шетелдерде де жақсы зерттелген екен. Және оның нәтижелері банағы Иранда, Оксфорд университетінде, Стэнфорд университетінде жақсы жарияланып келе жатырған екен. Нәтижесінде көптеген монографиялар, мақалалар жарық көрді. Енді қазіргі заманғы Фараби танушының жалпы портреті қандай, жалпы бейнесі қандай десек, ол әртүрлі қарама-қайшылықты, яғни әртүрлі буынның өкілдері, әртүрлі мәдениеттің өкілдері, әртүрлі тілде сөйлейді, көзқарастары әртүрлі, кейде тіпті бір-біріне қарама-қарсы. Бірақ бұл бір жағынан алғанда жақсы деп айтуға болады, себебі осы адамзаттың ұлы ұстазы, мәдениеттердің оны интеграторы деп атаймыз Фарабиді, осы адамзат үшін құндылығын арттыра түспесе, кемітпейтіні анық. Сондықтан осындай ізденістер халықаралық қауымдастықтың потенциалын ашып, философиялық қауымдастықтың ішкі байланыстарын кеңейте түсетіні күмәнсіз. Енді ең әуелі таяу шығыстағы ғалымдар туралы айтуымыз қажет. Себебі олардың басым көпшілігі араб елдерінде де, Еуропа мен Америкада да білім алып, ғылыми ізденістерін жүргізген. Ең беделді мамандардың бірі бұл Ирак, Америка исламтанушысы және арабисі, Гарвард университетінің құрметті профессоры Мухсин Махди. Ол Фарабидің әлемге беймәлім еңбектерін қалпына келтіріп, аударуға көп еңбек сіңірді. Оның еңбегін жалпы теңдессіз деп айтуымызға болады. Ол 1969 жылы жариялаған Әл-Фараби, Платон мен Аристотель философиясы кітабы 4 тілде 33 рет басылып шыққан екен. Яғни сол бұл кітаптың құндылығы халықтың арасында қандай деңгейде тарағаны бұл осы 33 рет басылып шыққаннан көрініп тұр. Енді Мухсин Махди Әл-Фарабиді дінді түсінудің және оның саяси философияға қатынасын түсінудің жаңа негізін қалады деп есептейді. Беделді тағы бір Фараби танушы, ортағасырлық ислам философиясы бойынша Британия, Ұлыбритания, Америка университеттерінде, Ливан университеттерінде дәріс жүргізген ислам философиясының тарихи еңбегінің және Әл-Фараби ислам неоплатонизмінің негізін қалаушы, оның өмірі, еңбектері және ықпалы деген монографияның авторы бұл Маджид Фахри. Ол Әл-Фарабиді грек және араб философиясының мұсылмандық шығыс пен ішкі латындық батыстың көпірі деп сипаттап, оның Әл-Ғазали, Ибн Бадж, Ибн Руч және басқаларға ықпалын сипаттайды. 1980 жылы, 1990 жылдары таяу шығыс философтары Әл-Фараби мұрасын батыста кең тарала бастаған тіл философиясы негізінде қарастырды. Мысалы, Бейруттегі Америка университетінің профессоры Фуат Хаддад Әл-Фарабидің коммуникация теориясы деген еңбегінде Фарабидің логикасын және оның грамматикаға қатынасын зерттейді. Және жаңа бір тұжырымға келеді. Оны таяу шығысты зерттеуші ғалым Шукри Абедтің шығармасында кездесуге болады. Оның Әл-Фараби еңбектеріндегі Аристотель логикасы және араб тілі деген монографиясы бар екен. Сонда ол айтады, тілді логиканың құралы және логиканы тілді талдаудың құралы ретінде қарастыру арқылы Әл-Фараби араб логиктер айтқандай тілдің ішінде қалыптаспайтын, оған көптеген сыртқы факторлардың әсер ететінін атап көрсетеді. Британия философы Сали Кемалдың 91 жылы жарық көрген Әл-Фараби және Авиценна поэтикасы деген еңбегінде, немесе Нидерландтың Лейден университетінің профессоры Лампердің еңбегінде 94 жылы жасалған Әл-Фараби және Аристотельдің дін силлогистикасы, грек теориясы және ислам практикасын деген еңбегінде ерекше атап көрсетуге болады. Енді тағы бір еңбек, бұл ерекше атауының өзінен ақ көрініп тұр. Бұл Американың философы және саясаттанушысы Кристофер Колманның еңбегі. Еңбек былай деп аталады: Афинадан бас тарту,
Аль-Фараби негіз салушы дейді. Яғни сонда бұл жерде ол Аристотельді мен Платонның ізбасары емес дейді Аль-Фараби. Керісінше, он жаңа философияның негізін қалады дейді. Бұл бақытқа жету философиясы деп аталады. Тағы бір ғалымда атап өткен жөн деп мен ойлаймын, ол біздің серіктесіміз, біздің докторлық жұмыс жазып жүрген докторанттарымыздың кеңесшісі, грек ғалымы, ол 2020 жылдың 29 қаңтарында Аль-Фараби жолының ашылуына қатысты. Аль-Фараби туралы фильмге интервью берді, сонда түсті. Бұл афиналық әріптесіміз, белгілі фарабитанушы Георгис Терес. Бұл да енді өзінің еңбегінде философияны діннен жоғары қойды дейді Аль-Фараби, және қоғамды басқару билігін философтарға беру керек дегеніне назар аударады. Тағы да енді американдық философ, жас саясаттанушы, компаративист Александр Орвиннің еңбегін айтуға болады. Оның мұсылман қоғамын қайта қарастыру, Аль-Фараби іліміндегі этикалық бастаулар, дін және деген саясат деген монографиясы бар. Осы еңбегінде ол Аль-Фараби саяси философия тарихында ұлт немесе арабша айтқанда умма мәселесін жаңа бір тың деңгейде көтерген философ болды деп атап көрсетеді. Және қазіргі заманда діндер бір-біріне қарама-қарсы тұрған уақытта, өркениеттер бір-біріне қарама-қарсы шайқасып отырған уақытта Аль-Фарабидің осы умма теориясын алып, қазіргі заманға табысты түрде қолдануға болады дейді. Міне біз осындай ізденістерімізді одан әрі жалғастырып жатырмыз. Әлі тағы да тың жаңа материалдар табамыз деп ойлаймыз. Мысалы, қазір француз тілінде қандай материалдар бар екен, қандай француз ғалымдары бар екен, немістер қандай деңгейде екен, соларды біз бірталай деңгейде зерттеп, жақсы бір мәліметтер жинадық деп айтуыма болады. Көп рахмет болдым. Гүлжахан Жумаевна, үлкен рахмет, большое вам спасибо, очень интересный, содержательный доклад. Действительно, именно Фараби в зарубежных литературах мы очень много встречаем, особенно когда я много раз слышал от Касымжанова, тоже других наших фарабибедов. Мы сами источники знаем, особенно, скажем, немецких востоковедов, как Штейншнейдер, Дитриций, Ле Шарон, они действительно вложили большой вклад в переводе рукописи Фараби на немецкий и именно арабский язык. Например, Дитриций, мы знаем, 8 книг рукописи Фараби. Он опубликовал в Германии на арабском языке, потом через 2 года, мы знаем, он перевел эту работу на немецкий язык. И она распространилась по всему Европу. Также мы хорошо знаем Ирланже, который в 30-е годы перевел большая книга музыка на французском языке. Лео Штраус на Штейншнейдер. Именно благодаря этих немецких яхуди философов, еврейских философов, они внесли очень огромный вклад в то, что именно когда наши казахстанские фарабиды начали заниматься фарабиеведением или перевод, они многие использовали этих трудов. Также, например, мы помним слова Дитриция, что он говорит, что на Востоке Аристотель стал Аристотелем благодаря Фараби деген сөздер бар, да? Действительно, то, что интерес зарубежных ученых очень был огромный. И в наше время тоже, да? Поэтому я думаю, что ваш сегодняшний доклад имеет очень ценный. То, что я знаю, вы готовили материал энциклопедии, да? Так именно это очень много материала. Мы слышим, нам очень интересно, да? Рахмет, спасибо вам большое. Рахмет. Я всех рада видеть, Галия Курмангалиевна, да, Самала Абаевна. К сожалению, у меня экзамен, я вас покидаю. Всего хорошего. До свидания. Гости, это Гульжахан Джумова, мы вместе работаем, она мой заведующий кафедрой, я должен похвалить его. Она очень много пишет по Фараби, статьи у него, да, мы вместе сколько лет работаем. Действительно, сейчас у нас
наша кафедра под его руководством был подготовлен элективный курс Аль-Фараби современность. Вот, начиная с 2014 года в нашем университете во всех факультетах считается 2 кредита элективный курс Фараби и современность. Да, Фараби? Мы каждый раз говорим, такие курсы должны быть не только в нашем университете, и в других вузах, колледжах, школах. Ну, сегодня мы слышали доклад там, школьных учителей, они тоже сейчас в школах постепенно именно их в своих программах вносят, именно Фараби там. Ну, поэтому я считаю, и тот раз, когда я в своем выступлении, там, ну, сейчас часто выступаем же, многие руководители вузов сейчас уже поддерживают эту идею, то, что во всех вузах надо студентам дать такой элективный курс. Это очень, я считаю, полезным. Да? Можно, это пример, например, то, что происходит, идет этот курс в нашем университете. Да? Рахмет, Гульжахан Джумабай. Да, мы это предложили, Жахбек Алтаевич, рахмет за позитивные слова. Мы вообще, вот я помню, по Абаю, по Аль-Фараби готовили предложение с Дадыбаевым вместе, и там мы конкретно указали, что Абая, Аль-Фараби надо изучать, начиная с детского сада, чтобы каждый ребенок знал, чтобы каждый школьник знал, да? Ну, где эта концепция, куда она пропала, дошла ли? Это нам неизвестно. Но на самом деле мы, да, очень много сделали. Вот Галия Курмагалина, Наталья Львовна во главе с ректором мы подготовили неплохой учебник. Я время от времени так его перечитываю и думаю, вот оказывается, Фариза Умгарснова, наша поэтесса, утром встает и удивляется, как я написала такие стихи. А я сейчас вот каждый раз перечитываю и думаю, надо же, мы неплохой учебник написали. То есть студенты все читают, и они заново себе открыли Аль-Фараби, прямо студенты такие говорят, мы не знали на самом деле, что какой он вот действительно великий человек, энциклопедия. У нас есть МОК вот на сайте нашего Фараби-центра, так что мы делаем очень много для пропаганды идей Аль-Фараби. У нас есть хорошие партнеры, Рахмет. На вашей информации, в прошлой неделе был онлайн-конференция Алматийский технологический университет Парабиздега. Там участвовали многие преподаватели, там, и философы, и также руководство их, проректора. Да? Когда я вот это предложение им сказал, проректор как раз по учению, ему очень понравилось, он сказал, Жаке, мы подумаем, наверное, будем включить именно курс, элективный курс, да, по Фараби. Я сказал, можно по Фараби, совместно Абаем тоже можно, да? Все-таки технический университет. Да? Но они заинтересованы, что я говорю, они относятся к этому положительно. Я думаю, теперь, если мы будем часто говорить об этом, да, не только в нашем университете, во все вузы наших Казахстана должны это, тем более юбилей в этом году 150 лет Фараби, Абай 175 лет, они должны даже, да, можно отдельно там предметы литературы, там истории, это же можно же выход найти. Так что я думаю, они поддержат нас. Да, мы вот с Таразом, с Атрау, с Астанинским агроуниверситетом, вот Рауан сидит, он был тоже участником, мы провели несколько вебинаров по Аль-Фараби, на самом деле, вот по своей инициативе, да, и везде они поднимали вопрос, как же нам ввести этот курс Аль-Фараби современность. Ну, я посоветовала, вот некоторые, пожалуйста, говорит, введите этот курс. Я говорю, у меня таких полномочий нет, просто написать надо хорошее представление на имя ректора каждого вуза, да, вот каждый заведующий написать. И они, я считаю, не против. Рахмет, у меня экзамен начинается, побежала я. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. До свидания. Уважаемые коллеги, я хочу предоставить слово Равану Кемербаеву, наш бывший студент. Сейчас он большой ученый, преподаватель Евразийского национального университета имени Гумилева. Его тема Аль-Фараби в 21 веке в Казахстане. Да? Аль-Фараби және 21 ғасырдағы Казахстан. Раван, енді кешіресің, жаңа апайын келіп не алғаннан кейін не қылдық пен, бұл кісі үлкен кісі, тем более экзамда тұрған екен. Сөзін жалғастыра бер, Раван. Кішкене таяздау, жеңіл ғой енді. Құрметті жиналған қауым, құрметті әріптестер, енді әр нәрсенің өзінің қайыры бар дейді ғой.
Карантин кезінде шынымен де қазір күнде бір дәрістер болып жатыр, күнде вебинар болып жатыр. Мына жерде осы күнде кездесіп дәрісін тыңдап отырған Әл-Фарабиден докторлығын қорғаған Самал Абаевнаға ханымды бірнеше рет тыңдадым. Әл-Фарабиге байланысты өте жақсы, студенттердің барлығы тура отырып алып, тура 2-3 сағат шықпай сұрақ қойып, керемет жиындар болғанын атап өткім келеді. Шынымен де Ғалия Құрманғалиева, Жақпа ағам секілді, Пірімбек ағам секілді үлкен бір Фараби танушы емеспін. Дегенмен өзім бір 2 күн қалған кезде өзімнің бір мақаламды еркін түрде жеткізуге тырыстым. Ama sen Hasan Kayak'ın жазушысың ғой енді, одан жұмыстың. Hasan Kayak'ın жұмыс, бірақ енді шынымен де Әл-Фараби енді өзіміздің ұстаз, үлкен жерлесіміз ғой. Енді тура осыдан 1 жыл бұрын мен осындай Қазақстан діни басқармасының бас мүфтиі Оразбай Қажының жанында отырып қалдым бір жолым болып. Сол кезде мындай бір сөз естіп едім. Ұстазы жоқтың ұстазы шайтан демеді ол кісі бір сөзінде бір. Сол секілді сіздер Әл-Фарабидей сіздер де ұстаз болғанына шынымен де енді өте қуаныштымыз. Халық сіздердей ұстаздарды байқап отырмын, көп тыңдайды, тыңдағысы келеді, қызығушылығы бар. Сондықтан да осындай бір істің қайыры бар деп өзім ойлаймын. Енді мен осы 2 күн бұрын осы мақаламды жарияламас бұрын 2 күн ішінде мақала жаздым. Қазір мен көрсетейін. Сонда енді ойланып 2 күн жазып, осы мақаланың аты қалай шыққандығын айтайын сіздерге. Енді осы мақаланың соңында былай жазыппын. Балаға ат қою қалай қиын болса, мақалаға да ат қою сондай қиын. Кемеңе қалай ат қойсаң, солай жүзеді дегендей, мақалаға ат қойсам деген оймен 2 түн ұйықтамадым, ойландым. 2-ші күні таңертең сынды жуып тұрғанда бір ой сап ете қалды. Негізге неге президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев құсап Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан деп мақала жазды ғой қазір егеменге. Сол секілді Әл-Фараби және 21 ғасырдағы Қазақстан деп атамасқа деп осылай шешім шығардым. Сөйтіп осы мақала атауы осылай шықты енді. Аты дүркіреген болғанымен енді аздап кішкене өзімнің ойымды жеткізуге тырыстым. Онда қысқаша былай жазыппын. Осыдан 1150 жыл бұрын қазіргі қазақ жерінде Әбу Насыр Әл-Фараби деген нәресте дүниеге келіп ғаламдық тұлғаға айналғандығына кім білген. Бұл заманда бүгінгідей білім, ғылым қол жетімді емес. Соған қарамастан бала Әл-Фарабидің дарындылығы, білімге құштарлығы, еңбекқорлығы биік деңгейге жеткізді. Фараби бабамыздың кіндік қаны тамған жер бүгінгі Түркістан облысы. Шынымен де енді өзіміз бір ғылымның өзін назар алып жүрген кезде осыдан Әл-Фараби бабамыз тура бір ғылым емес, бірнеше ғылымның жаңағыдай құлағын ойнап ой жүгірткеніне шынымен де таң қаламын. 8-ші ғасырда Түркістан отырар өңірінде өркениеттің, білім, ғылым, мәдениеттің, сауда-саттықтың орталығы болып, қалалық мәдениеттің, азаматтық қоғамның жетілген үлгісін көрсетті. Шығыстанушы Әбсатта Дербісәлі ағамыз отырардан 30-дан астам Фараби шыққан деп айтып еді бір сұхбатында. Сол айтылған сөз айтылған жерінде қалғанына өте өкінішті. Шынымен де бұдан да көп Фараби бар екендігін Әбсаттар ағамыз айтқан, соны ары қарай менің ойымша зерттеу қажет деп ойлаймын шынымен де. Бұны зерттеп анықтауымыз қажет деп ойлаймын. Тың дүниелер әлі де шығатындығы анық. Біз қазақ халқы ғылымы әлі де Фарабидің еңбектерін, рухани мұрасын толықтай түсініп зерттеп болғанымыз жоқ. Әбу Насыр Әл-Фарабидің биылғы 1000 жылдығы үлкен мүмкіндіктер ашып беріп отыр. Сол мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, әр ғылым саласының мамандары білесіздер. Енді бұл жерде мен ары қарай оны өткізіп жіберіп, сонда Фараби бабамыз не деп айтқан?
айтқан сөзінің құндылығы не деген келетін болсақ, Әл-Фараби бабамыздың әл деген сөзіне кішкене өзім біраз ойландым, сөйтіп мынандай анықтама бердім. Әл дегеніміз ол қандай мағына береді? Әл сөзі әділ, ақылды, данагөй деген мағынада қолданылады. Яғни Фараби бабамыз өз заманының өте беделді, ақылды, би, шешен болғандығын көрсетеді. Ел ішінде абыройлы, зор, құрметке лайық адам екендігі анық. Соған сәйкес Фарабидің аузынан шыққан сөз, ойдың құны биік. Фараби бабамыз өзінің еңбектерін Алланың атымен бастайды. Демек, жаратушы барын мойындап, жаратушы жаратқан дүниелерді зерттеп, біліп қана жаратушыға жақындай алатындығын білген. Ол ғылымды метафизика деп атаған. Ақылдың құдіретіне сенген рационалист, танымның шексіздігіне шек келтірмеген. Фараби еңбектердің өзгешелігі ол адам мәселесін бірінші қойған. Адамның бір өзі бақытты өмір сүре алмайды. Ол үшін бірлесіп, өзара ынтымақтастықта өмір сүру үшін қоғам мемлекеттің қажеттілігін айтқан. Осының алдында жаңа Пірімбек мырза айтқан сөзі шынымен де Әл-Фараби айтқан бақыт, ізгілік, қайырымдылық, білім, ғылым игеру деген шынымен де құндылықтар, бұл өлмейтін мәңгілік құндылықтар. Сондықтан да мен ойлаймын, осы құндылықтар бар кезде Әл-Фараби бабамызда сөзі өлмейді деп сенім айта аламын. Одан кейін мемлекет қайраткерлерінің афоризмдері деген еңбегінде былай жазған екен. Тәнді емдейтін дәрігер, ал жанды емдейтін елді басқаратын мемлекет қайраткерлер дейді. Шынымен де қазіргі кезде мемлекет қайраткерлерге байланысты көптеген сын пікірлер бар. Соған байланысты осы Әл-Фарабидің айтқан осы мемлекет қайраткерлердің талаптары бар ғой сол. Соларды шынымен де біздің мемлекет қайраткерлерге қою керек деп өзім ойлаймын. Тест тапсырған кезде үлкен бір жаңағыдай мемлекет қызметке алынатын кезде. Негізінде мемлекет қайраткер қызметші кім? Ол халықтың сенімін арқалаған жалдамалы адам. Демек, мемлекеттің қызметкер қоғамдағы, қаладағы адамдардың жаны мен тәніне, қауіпсіздігіне жауап беретін, лайықты өмір сүру жағдайын жасайтын лауазым иесі. Көп дүниеге тәуекел етіп шектелген адам. Мемлекеттік қызметкер болу өте қиын шаруа. Енді оны өзім де білемін, мемлекеттік қызметкер болып біраз жылымды арнағам, біраз өзінің қиыншылықтары, өзінің бір нюанстары бар енді. Мемлекеттік қызметкер халыққа адал қызмет етемін деп ант береді. Бірақ өкінішке орай антқа қиянат жасап, негізгі міндетін ұмытып жатады. Күнделікті өмірде ондай құбылыстарды көріп естіп жүрміз. Енді бұл жерде біраз жазып келіп, енді арасында өзіміздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевты кішкене мақтап жердім. Мынандай деп жазып бұл жерде. Құдайға шүкір, парасатты, мейірімді, жүрегі ізгілікке толы президентіміз бар. Ана халқымыз әкім бол, халқына жақын бол деген ұстанымды берік ұстаған қала әкіміміз бар. Біздің сенімізді абыроймен ақылаған мемлекет қайраткерлері бар. Бұлардың барлығы мемлекет, қала тұрғындарының лайықты өмір сүру үшін еңбектерін жасауда. Бұл жерде Тоқаев мырзаның зиялылығын өте айттым, өйткені шынымен өткенде бір неден қарап қалдым. Біздің президентіміз басқа президенттерге қараған кезде зиялы, жалпы еуропалық өмір стандартын көрген, 5 тіл білетін, үлкен мейірімді, ізгілікке толы тұлға, оны арасында бүйтіп кішкене мақтап жердім мен оқыстым. Одан кейін Фарабидің бақытты жол трактатында адамның бақытты өмір сүруі, оған талпыну табиғи үрдіс. Көбінесе адамның көңіл күйі, жайма шуақ өмірі осы дүниеде бағаланатындығы айтқан. О дүниедегі мәңгілік болып жатыр біраз, егер мүмкін болса. Жақсы. Енді сөзімді қорытындыласам, шынымен де біздің бабамыз енді үлкен әлемдік тұлға, осындай тұлғаны біздің қазақ жерінде туып өркендеп, туып өскендігі біз үшін үлкен мақтаныш. Бұны Әл-Фарабиді әлі де тереңірек, әлі де кішкене біздің қоғамға, жастарымызға, балаларға санасына құю керек деп өзім ойлаймын. Рахмет сіздерге тыңдағандарыңызға. Рахмет, Роман. Біз өте қуаныштымыз. Кешегі біздің студентіміз қазір үлкен ғалым ретінде сөйлеп жатыр. Бұл да ұстаздар енді шәкірттердің деңгейін көрген кезде қуанадық. Біздің еңбегіміздің жанған деп ойлаймыз. Роман да жақсы. Рахмет. Сенің алдында да үлкен бір нелер тұр, мен ойлаймын, бәрі дұрыс болады. Ол енді аманшылық болса, мынау карантинге байланысты азап тоқтап қалды ғой, бәрі дұрыс болатын шығар, да?
Оны амандап Рахмет. қалса, ол сұрақты шешетін шығарсың енді. Онда, уважаемые коллеги, Наталья Львовна, вы здесь, да, Сейдахметова, Наталья Львовна? Я хотел бы, чтобы вас послушать здесь. Будете выступать? Жұлдыз Наталья Львовна бар ма? Нет, она Алло. вышла. Она вышла, кажется. Да? Ну тогда давайте, она подойдет, наверное, да. Тогда я хотел бы следующее слово отдать магистранту гуманитарных наук. Это Бауржан Исаевич, потом Кумспаев Самат, магистр философии, Западно-Казахстанский медицинский университет, именно Марат Оспанова. Жак Болтаевич, этих докладчиков нету. Можно переходить к Ляззат Алиахмед кызы. Ляззат Алиахмед кызы? Где это Ляззат Алиахмед кызы? Чалтыкенова Ляззат Алиахмед кызы. Вот, Чалтыкенова Ляззат Ахмед кызы. Она кандидат философских наук, доцент Жетісу государственного университета именно Жансүгір. Пожалуйста, тема Жетісу өлкесінің киелі орындарының Әл-Фараби мұрасымен сабақтастығы. Ляззат Ахмед кызы. Құрметті ғалымдар, кешеден бері конференцияға қатысушы философ ғалымдар. Менің осыдан 36 жыл бұрын Әл-Фараби атындағы біздің кезімізде Сергей Киров атындағы университет болатын, осы университетті бітірген түлегімін, бірақ мамандығым филолог. Философ емес, филолог. Біздің мынау Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетімізде педагог мамандықтарға оқып келе жатқан, болашақ педагог мамандықтарды оқып келе жатқандықтан, биыл біз мына рухани жаңғыруға қатысты бір өзіміз жоба тақырып алдық. Сол жоба тақырыбымызды мына мектеп оқушыларының арасында факультативтік сабақтар жүреді, үйірме сабақтары болады. Осы үйірме факультативтік сабақтарға қатысты нақты осы киелі жерлердегі, Жетісу өлкесіндегі киелі топонимдерді оқыту деп алсақ қайтеді деген осы тақырыпты таңдап алған болатынбыз. Осы тақырыпты жаздыру барысында магистранттарға мен осы ең бірінші бастауы киелі деген сөздің ұғымның бастауы біздің ұлы бабамыз Әл-Фарабидан бастау алатынын көрдім. Өйткені 1973 жылы студент кезімізде, 76 жылдары оқып жүрген кезде, мына Орта Азия, Африка халықтарының Алматыда Димекеңнің күш бастауыменен үлкен конференция өткенін барлықтарыңыз білесіздер ғой. Сол кезде біздің Әл-Фараби бабамыздың ең алғаш рет өзіміздің қазақтың жерінен отырардан шыққанын айтып, бізден шыққан, біздің елімізден шыққан деген сөздерді естіген кезде қатты қуанышқа бөленгенбіз. Осыған байланысты енді мына тақырыпты алу барысында да біздің осы киелі жерлерді оқытуда бұл Әл-Фарабиға біз неге тоқталамыз, оның бастау алатыны неден екенін көріп, осындай ой келіп, осы мақаланы жазуға түрткі болды. Киелі сөзі бір қатар түсініктерді түседі. Тармағанада киелі деген сөз ғұрыпқа байланысты қасиетке ие. Сонымен қатар діни мүддеге сәйкес бағыттаушы дегенді білдіреді. Ал біршама кең мағынада бұл атау дінге қатысы жоқ заттарда қатысты қастерленетін аса қымбат, мызғымайтын, бірақ көтеріңкі, игілікті, ізгілік дегенді білдіреді. Сонымен қатар киелі, кәделік, ғұрыптық маңызға да ие сөз. Осы тұрғыдан келгенде бүгінгі біздің киелі орындар туралы танымымыздың ең алғашқы өркені Әл-Фарабидан бастау алатынын сезінуге болады. Әл-Фараби орта ғасыр мен жаңа заманның шығыс пен батыс мәдениетінің ортасында екі уақыттың, екі аймақтың ерекшеліктерін, ілімін зерттеп, адамзат өркениетінің болашағын тереңнен жани білген ойшыл. Адамзат баласына оның ілімінің, үйренген ғылымының ұсынып, ол арқылы болашақта ғылымның, технологияның күшімен қалыптасқан адамзаттың жаңа өркениетіне үлгі болатын, жаһандану заманында адамның болашағына қамқор болатын қайырымдылықтың үлгісін жасап кеткен адам. Енді мынау Әл-Фарабидің киелі жерлерге байланысты біз осы Әл-Фарабидан бастау алғанын көрсете отырып,
отырып Қазақстанның киелі орындары туралы мынау жазба деректер Шоқан Уәлихановтың, Абай Құнанбаевтың, Шәкәрім Құдайбергенұлының, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің, Әлкей Марғұланның Жетісу өңірінің жартастағы суреттерін 1970 жылдардан бастап зерттегенін білеміз. Археолог ғалымдардың біздің жеріміздегі Баян Жүрек, Құлжабасы тауларындағы жартастағы суреттерді зерттеп, оны ары қарай профессор Зейнолла Шамашевтың тұтас өмір жолы ғылыми зерттеу жұмыстары Әл-Фараби жолымен сабақтасып жатқандығын білеміз. Әл-Фараби өзінің Қайырымды қала тұрғындары атты еңбегінде ата-бабаларының көзқарастарына сәйкес олардың бойында қалыптасқан рухани жағдай, олардың жандарын материядан азат етеді деген ой тастаған болатын. Демек, мемлекеттің қайырымдылығы адамның рухани байлығына, барлық қоғамдық сана түрлеріне, дін, білім, тарих, мәдениет, өнер, ғылым, заң және басқа да оның қызметін ұқыпты пайдалана білген қоғам өзінің өкілі жеке адамның бойындағы қайырымдылықты оята біледі. Адамның кісілігі арқылы мемлекетті қайырымды мемлекет деңгейіне шығарады дейді. Енді осыған байланысты Жетісудағы орта ғасырлардағы қалаларды зерттеген Карл Байпақовтың, Агеевтің, Пацевичтің, Ерзаковичтің еңбектерінде сәйкес осы біздің жеріміздегі Жетісудағы Көксу, Сүмбе, Талғар, Ақмола, Баян Жүрек, Ақтам, Арасан осы Жетісу киелі жерлерге жатқызылады. Енді Әл-Фарабидің тағы да мынандай бір айтып кеткен сөзі бар екен. Діни сенімдері кейбір ескі теріс көзқарастарға негізделген реттерде қала надан немесе адасқан қала болып шығады дейді. Ал Жетісу жерінде адамдар жиі келетін киелі орындарға қоласақ дәуірлер кезеңдерінен бастан алған шарт тастары, найза тапқан, Шақырбай тумасы, Әулиеағаш, Жаркент өңіріндегі мешіт, осылардың барлығы жаңағы киелі деп саналатын жерге жатады екен. Қоғамның негізі болашағы ұлттық тәрбиеге тәуелді. Енді ұлттық тәрбие болмаса, қоғамдық енді осыған байланысты біз регламент уақытымыз аз ғой, сөйлеңіздер көп. Осыған байланысты біз жаңағы өзіміздің Жетісу өлкесіндегі мектепте авторлық бағдарлама дайындадық. Осы авторлық бағдарламамыздың басында да осы Әл-Фарабидің жаңағы тәрбие жөніндегі жастарға білім беру жөніндегі несін үлгі етіп алдық. Енді ол жобамыз аяқталып келеді. Енді осыған байланысты біздің жаңағы балаларға тәрбие берудегі ең маңызды бағсы Әл-Фарабидің жаңағы тәрбиеге байланысты рухани жағынан жастарға тәрбие беруді басшылыққа ала отырып осы жобамызды жасап жатырмыз қазіргі таңда. Рахмет, Ләззат Ахметқызы, Талдықорғаннан келіп, Фарабидің жаңа осында педагогикалық көзқарас айтып неған өте дұрыс деп айтамын да. Бұл тек қана философиямыз, ол кісінің бәрі ғылым саласы бойынша, әсіресе мына педагогик тәрбие мәселесі бойынша бұл кісінің айтқандары өте көп. Сіздердің мына бүгінгі тақырыбыңыз, мен ойлаймын, өте дұрыс құн тақырыптардың бірі деп ойлаймын. Рахмет сізге. Так, уважаемые коллеги, я хотел бы дать слово нашим коллегам из Узбекистана. В эфире, да, вот? Из Национального университета Узбекистана. Артиков Музаффар Абдурахманович, Джалилов Бахтияр Федаевич и Икрамова Гульнара Музафаровна. Тема влияния Аль-Фараби на творчество Алишера Наваи. Жакбалтаевич, по-моему, этих докладчиков нету. Никого нет? Их трое же было, нет, да, никого? Нет. Есть Анарбек Адина. Кто? Адина, да? Анарбек Адина, да, докладчик. Хорошо, тогда. Наталья Львовна не подошла? Нет. Программа. Хорошо, тогда, уважаемые коллеги, я хотел дать слово Анарбек Адина, магистрантка второго курса факультета журналистики КАЗНУ именно Аль-Фараби. Тема Абу Наср Аль-Фарабидің мінсіз қоғам құру жобасы негізіндегі саяси философиясының бүгінгі өзектілігі. Яғни значение философии, политической философии Абу Насра
Аль-Фараби. Хорошо. Саламатсыздар ма? Адина, сіз құлағымыз сізде? Иә, менің тақырыбым сол Әбу Насыр Әл-Фарабидің Мінсіз қоғам құру жобасы. Ой, өзімізден Фарабиді оқыған қыздар екен ғой бәрі. Негізіндегі саяси философиясының бүгінгі өзектілігі. Расында бүгін Мінсіз қоғам құру мүмкіндігі туралы идеялар сол ежелден бері туындап келген. Ол туралы әйгілі философтар, ғалымдар, бірі ішінара болса, бірі бүкіл трактаттар жазу арқылы өз еңбектерінде қозғады осы мәселені. Мысал ретінде Аристотельді, Платон, Хоббс, Лок, Чадаев және Герцен сынды ғұламаларды келтіруге болады. Әрине олардың әрқайсысының мінсіз қоғам, мінсіз мемлекет құруға байланысты өзіндік көзқарастары болған. Бұл мәселе бүгінде де зерттеушілердің арасында дау тудырып келеді. Себебі тақырыптың көтерілгеніне ұзақ уақыт өтсе де әлі күнге дейін оның өзектілігі жоғары болып тұр. Сол мінсіздікке әлі күнге дейін ешкім жете қойған жоқ. Мысал ретінде бүгінгі жаһандану заманында халық дамуының Адина, тоқтап қалдыңыз? Дауыс шықпай қалды. Дауыс шықпай қалды? Микрофоныңызды қосыңыз, микрофоныңыз өшіп қалды. Пірімбек, соны айтып отырсыз енді, сырттан. Ғана қарап тұрмын ғой, сол қосып. Жақсы, Адина, дауысын естімей қалды. Сол мысал ретінде қазіргі жаһандану заманында халық дамуының тұрақты дамуына қауіпті келесідей факторлар жатқызуға болады. Олар ақпараттың еркін таралуы, әртүрлі мәдениеттер құндылықтарының дамуы үшін тең емес жағдайда жасалуы. Мысалы, батыс мәдениеті мен тілдерінен жойылу қаупін тудырады. Тұрақты және қатал экономикалық бәсекелестік мемлекеттердің әлемдік теңсіздігін күшейтеді. Әлемнің айқын экономикалық, әлеуметтік бөлінісі әлемнің көптеген елдері мен халықтарының дамуын әлсір етеді. Адамзат игіліктерінің әлем аймақтарында әділетсіз бөліну халықтар арасындағы объективті наразылықты туғызады. Дәл осы мәселе бойынша Әл-Фараби сияқты ұлы философтардың мысалы философиялық жүйесі қазіргі заманның проблемаларының сыни түсінудің үлгісі болып табылады және адамзат тарихындағы рухани, діни, моральдық және әлеуметтік процестерді тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Себебі олар үнемі өзгеріп тұратын әлемдегі қиын жағдайда адамның бейімделуге қажетті дүниетанымның дамуына ықпал етеді. Әл-Фарабидің философиясы адамның бойындағы ізгілік қасиеттерді дамытудағы және тәрбиелеуге арналған. Өз кезегінде адамды ізгі өмірге сәйкес өмір сүруге және жанның ең жақсы импульстары мен ұмтылыстарына сәйкес әрекет етуге шақырады. Адамның ақыл ойы, ұмтылыстар мен мақсаттары дұрыс бағытқа салынады. Ес, ақыл, тәрбие сынды қасиеттер арқылы шамадан тыс сезімге берілуден қорғайды. Жастар ортасында дұрыс мәдениетті қалыптастыру процесін келесідей парадигмалар бойынша жүргізу керек бүгінгі таңда. Ол, мысалы, бірінші, гуманизм білімнің ажырамас бөлігіне айналады деп болжайтын неогуманизм. Екіншісі, плюралистік дүниетанымдық жүйені қалыптастыру. Осы тәсілмен жас ұрпақты оқыту. Қазіргі әлем туралы білім мен идеяларды жан-жақты және тұтас үйрету. Сонан соң студенттерге міндеттері мен олардың құқықтары жөнінде білім беру. Әртүрлі мәдениеттерді зерттеуді көздейтін көп мәдениетті білім беруді дамыту. Этномәдени және діни парадигма, түсіну парадигмасы негізінде азаматтарда жоғары төзімділікке және басқа мәдениеттерге, әдет-ғұрыптарға және салт дәстүрлерге құрмет сезімін тәрбиелеуді көздейтін толерантты мәдени парадигма туралы білім беру. Осы жөнінде Әл-Фараби де өзінің философиялық ойларында көрсеткен болатын. Әл-Фарабидің саяси философиясын зерттеу бүгінгі тәуелсіз мемлекеттердің дамуы, демократиялық өзгерістердің күшеюі, құқықтық зайырлы мемлекет құру және қоғамда келісімнің болуы өзекті болып отыр. Осыған байланысты Әл-Фарабидің философиясын зерттеу, әсіресе оның саясат, еркіндік, бақыт туралы ілімдері адамдар арасында өзара көмек қажеттілігі, ғылым қуу, адам мен қоғамның интеллектуалдық және адамгершілік жетілуі туралы үндеу бүгінгі күніде маңыздылығын жойған жоқ. Ойшылдың саяси көшбасшылық тұжырымдамасы, адал қоғам туралы идеялары,
әділеттілік, теңдік, бейбітшілік соғыстың алдын алу және әділетсіздік соғыстарды айыптау мәселелері бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып қала береді. Осыған байланысты саяси философия мен ойшылдың идеялары жас ұрпақтың саяси тәрбиелеуге құнды дереккөз болып қалады. Әл-Фарабидің философиялық және қоғамдық саяси мұрасы мыңдаған жылдар бойы әлем зерттеушілерінің ерекше назарында. Бүгінде Әл-Фарабидің ғылыми, философиялық және саяси жұмыстары туралы ғылыми әдебиеттерде көптеп кездеседі. Әл-Фарабидің негізгі еңбектерінің бірі осы қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактаты. Бұл трактаты жаңағы қайырымсыз қалалар туралы ілімнің негізін Платон және Аристотельдің мінсіз мемлекет және мемлекет түрлері туралы іліммен жатады. Платон өзінің мемлекет деген шығармасында мінсіз қаланың құрылымы туралы ойын білдірген болатын. Әл-Фарабидің философиясында ақылды сенімнен жоғары қояды. Бірақ ол мінсіз қалада діннің жалпы игілікке қол жеткізуге көмектесетін утопиялық қоғамдастыққа сәйкес келетін орнын дәлелдеуге тырысты. Негізінде оның көп қырлы философиясын әлеуметтік философияға жатқызады. Мұны Әл-Фарабидің философиялық мұрасын зерттеушілердің көпшілігі мойындап отыр. Оның ілімдерінің барлық бөліктері онтология, логика, психология, этика және тағы да басқалары кемел адамның және кемел қоғамның адамгершілік қасиеттеріне негізделеді деген тұжырымға бағынады. Мінсіз мемлекеттік жүйе мәселесі, философия мен діннің арақатынасы, мінсіз билеушіге деген қызығушылық, адамның адамгершілік құндылықтары. Осы мәселелердің бәрі исламдық қоғамның өзекті мәселелерінің бірі болды. Оның шешімін ежелгі грек ойшылдарының еңбектеріне негізделіп тапты. Сонымен қатар сол идеяларды ислам қоғамының рухани өмірінің негізі болған кездегі заманның шындығына сол идеяларды сәйкестендірді. Әл-Фараби қайырымды билеуші басқаратын феодалдық қаланы, өзгеше айтқанда қайырымды қаланы мінсіз деп санаған. Ол аталмыш трактатта былай дейді: адам өзіне қажетті барлық нәрселерді жалғыз жасай алмағандықтан және көп нәрсеге қол жеткізе алмағандықтан көптеген мәселелерді өзгелерге тәуелді болады. Сондықтан адам үшін қоғам мүшесі ретінде өмір сүру маңызды. Себебі сонда ғана ол толық жетіліп бағытқа қол жеткізе алады. Сонымен қатар сол адамның да белгілі қоғам мүшесі екенін айта кеткен жөн. Осылайша қоғамдастықтың әрбір мүшесінің жеке іс-әрекеті оның өзге мүшелеріне де әсерін тигізетінін көреміз. Қауым адамдары уақыт болды, бізде жақындап қал, себебі біз 5-те ары қарап жалғастыруымыз керек қой. Рахмет. Осылайша Әл-Фарабидің философиясы бүгінгі күндегі саясатта да өте маңызды мәселе болып отқанын түсінеміз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Рахмет. Уважаемые коллеги, я хотел следующему спикеру дать. Ашимова Зайтуна Исейдулаевна, она кандидат политических наук из Алматинского технологического университета. В эфире есть она? Нет, Жакалтач, ее нету. Основные докладчики уже все выступили. У нас остается минут 10-12 на обсуждение. Да. Так, уважаемые коллеги, все спикеры выступили, то, что мы запланировали. Можете на обсуждение этих докладов. Құрметті әріптестер, мен барлық докладшылар өздерінің ойларын айтып болды. Егер сөйлем деушілер болса, өздерінің пікірлерін ортаға салам деушілер болса, мархабат, сіздерге мына шығып сөйлеулеріңізге болады. Себебі бізде тағы да 5-те итоговый конференция да проведена. Соған әлі 20 минут уақыт бар. Уважаемые коллеги, кто хочет выступить по своим мнениям, пікірлеріңізді айтуға кімдер бар екен? Ұсыныстар болса, тағы басқа. Ждем. Можно я 2 слова, да? Хорошо. PhD докторант Жулдыз Иманбаева, сотрудник нашего центра Аль-Фараби. Нет, это я, Галия Ой, Кругалиева. Вы меня сделали. Вы давно профессор. Нет, приятно оказаться на месте Жулдыз Иманбаевой. Да. Пару лет назад. Наталья Львовна, она ушла, что ли? Ну, Наталья Львовна, она вчера выступала же на пленарном заседании. Я фото видел Жулдыз, поэтому я думаю, ладно, спасибо. Слушаем, Галя Фармагалина. Ну, я думаю, наша секция вот плодотворно поработала сегодня, что меня радует.
что я попала в секцию, где хорошо были представлены молодые наши ученые. Да. И отрадно видеть, что это ученые, которые действительно широкая география казахстанская, что это не только студенты Казахского национального университета, вот, которые изучают наследие Аль-Фараби, где есть факультет философии и политологии, на котором очень много уделяется. И вот Жак Палтаевич сидит, и все там монографические исследования, посвященные Аль-Фараби, это уже прямая демонстрация того, как вот за моей спиной там не видно, но там выставлено собрание сочинений, тоже есть книги, которые стоят, вот. И очень хорошо, что наши молодые исследователи, причем меня очень радует, что помимо того, что география представлена, казахстанская, достаточно широко, это молодые исследователи, которые из разных сфер научного знания, потому что сейчас очень возрастают, как мы видим, междисциплинарные исследования, комплексные исследования. И замечательно сегодня мы доклад выслушали о деятелях Алаш, да, которые вот уже архивные материалы, которые дают нам дополнительные источники для того, чтобы как раз-таки и проводить совместные комплексные исследования историков, филологов, да, философов, вот, гуманитариев, которые бы позволили по-новому представить наследие Аль-Фараби. И, как сегодня говорилось в одном из докладов, что действительно наследие Аль-Фараби становится нашим мировоззренческим и идейным оружием, которые позволяют нам воспитывать молодое поколение в духе противостояния различного рода негативным тенденциям, против актов насилия, терроризма и так далее, потому что наследие Аль-Фараби несет очень высокий гуманистический потенциал. Собственно говоря, эта культура, не зря она была названа золотым веком, исламская культура и так далее, эта культура несла через любовь к Богу, любовь к человеку. А поскольку это любовь к человеку, то, естественно, это очень высокие ценностные ориентиры, которые позволяют нам действительно наследие Аль-Фараби отдавать ему должное не только потому, что сейчас 1150-летний юбилей, а потому что это личности в истории, которые творили историю. И они творили не только историю, они творили человека. Потому что их наследие воспитывало человека, формировало. Мы в условиях, вот, так сказать, уже посткризисного времени, потому что мы вступили с вами в новый мир, и, так сказать, пандемия, которая заставила нас всех сидеть, каждого в отдельной квартире, лишать нас возможности живого общения, она показывает то, что мы вступаем действительно в мир, который может быть, и очень часто пишут, что он может быть антигуманным. Вот, и поэтому здесь вот говорилось там о новом гуманизме, там идея, но тут новый гуманизм надо очень внимательно смотреть, к идеям трансгуманизма, в которых тоже содержится не все, если можно так сказать, хорошее и доброе. Поэтому вот те личности, которые создавали человека, которые одухотворяли человека, а наследие Аль-Фараби именно таково, и я очень рада, что сегодня на нашей секции вот молодые люди, которые прикоснулись к этому наследию, которые сделали попытки, пусть не всегда они такого, ну, теоретического уровня, который бы мы хотели услышать, но это говорит об этом. Они говорят и на иностранных языках. Вот. И молодежь. Да, молодежь. То есть она уже может нас вполне прекрасно представлять в любой стране мира, в любой точке земного шара и говорить о том, что мы наследники действительно великих, выдающихся личностей. И если за нами стоит такая история, если за нами стоят такие выдающиеся личности, мы не имеем права не быть таковыми, как они. Если они 10 с лишним веков назад были такими, то мы должны вот быть достойными вот наших с вами предков. Вот это я хотела сказать и пожелать всем больших успехов. Если каждый что-то найдет
интересное и полезное для себя в творчестве Аль-Фараби, я думаю, это только будет служить на пользу казахстанской науки. Спасибо большое. Жолдос, менен сіздің фамилияңызды айтып қалдым, как сотрудник центра, как докторант, может, пару слов скажешь, давай? Жақып Алтаевич, мен сөйлесем болады ма? О, Ғалеке, давай, жақсы. Лучше гостям дать слово. Кандидат философских наук, наш коллега в одном кафедре работает. работает. Я хотел буквально тезисно две вещи сказать. Вот совсем незаметно прошло 22 апреля 100-летие Ленина. Владимира Ильича Ленина. Это все мы, старшее поколение, воспитывались на идеях марксизма-ленинизма. Я хотел одну вещь сказать, наверное, все мы ее изучали в курсе истории КПСС. 3 источника, 3 составные марксизма-ленинизма. Есть работа у Ленина, там он говорит о 3 философии: Кант, Гегель, 2 классическая английская политэкономия, и 3 это социал-утопизм, французский социал-утопизм. По большому счету, вот эти 70 лет, которые мы, старшее поколение, застали и жили, это была идея реализации утопии, в том числе французских социал-утопистов. Ну, величайший эксперимент. Это уже другой вопрос. Насколько он удался, не удался. Многие вещи такие вот в творческом наследии Аль-Фараби, ну, тоже взгляды жителей добродетельного города, это, собственно, утопия, великая утопия. Мне кажется, как у китайцев национальная идея связана с идеями Конфуция, кажется, наступает эра, как мы называли марксизм, ленинизм, сейчас эра фарабизма, так можно сказать, условно обозначить. Потому что многие вещи, хотя бы взять такой вот раздел есть такой, Аль-Фараби и религия, да, вот мы читаем курс Аль-Фараби и современность, мне там четко вот эта идея нравится, его иерархия. Иерархия вот на самом верху стоит он Всевышнего, Бога, Аллаха, как мы называем. А в этой иерархии каждый человек занимает какое свое место. Если он больше знает, больше умеет, то тоже его вот этот нравственный принцип в начале воспитания, а потом уже познания вот этого вот мира, кажется, вот это вот один из ориентиров будущего. Наша вот национальная идеология, как хотите это вот назовите, мне кажется, вот эти вот вещи младшее, сегодняшнее поколение вот не знает, на каких идеалах мы воспитывались, да, верили в эту вот светлую идею построения светлого будущего, коммунизм, как это хотите назовите, вот многие тезисы Аль-Фараби, которые вот сейчас вот мы озвучим в той или иной форме, об этом говорим, именно вот Ула ата-бабамыздың идеясы негізгі утопия. По-моему, наступает время, когда вот эти общечеловеческие ценности на первый план выходят, и они должны стать вот будущей нашей национальной идеологией, как хотите. Вот это вот я хотел, вот именно об этом я хотел сказать. У меня все. Рахмет, спасибо вам. Так, еще желающие есть, уважаемые? Онда жұлдыз мына уақыт жақындап қалды, Самет, может, бір айтасыздар ма сөз, не істеу керек? Біз қайтадан шығып, қайтып кіреміз бе? Уважаемые коллеги, у нас 5 часов подведения итогов и принятие резолюции. Да, Джахпек Алтаевич, лучше будет выйти и зайти. Для тех, кто хочет подключиться, можете по тому же идентификатору зайти. Просто, чтобы не путаться потом в материалах. Дело в том, что так как формат конференции онлайн, мы все эти материалы будем выкладывать и раздельно каждую секцию. Так, уважаемые коллеги, участники секции, большое вам спасибо. У нас осталось очень мало времени. Да? Давайте сейчас мы выйдем, потом 5 часов включимся обратно. Хорошо, спасибо. Рахмет, бәріктеріңізге. Да, 10 минут тайм-аут. Тайм-аут сағат 5-те кездесеміз. Рахмет бәріңізге. Жақсы.
Жұлдыз неғында шығатын.